Біздің отандық композиторлардың авторлық құқығы қорғалып жатыр ма? Сол жағынан келгенде кішкене әттеген-ай дейтін жерлер бар. Композиторлар одағына өздері ұсыныспен хабарласа ма ол театрлар? Оған 100-150 миллиондай қаржы керек бір спектакльді қою үшін. Арма құрметті көрермен, бұл персона арт бағдарламасы және бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, композитор және композиторлар одағының төрағасы Серікжан Әбдінұров мырза. Қош келдіңіз. Рахмет үлкен. Биыл Еркеғали Рахмадиевтің 90 жылдығы, Ғазиза Жұбанованың 95 жылдығы, келесі жылы Мұхан Төлебаевтың 110 жылдығы. Халықтың, жұрттың есінде қалатын қандай ерекше жобалар, шаралар өткізіледі? Еркеғали Рахмадиев атамызға келетін болсақ, биыл наурыз айында Алматы облысының әкімдігінің көмегімен Қазақстан композитор одағы Талдықорған қаласында ер ағаңның осы құрметіне орай республикалық фестиваль өткізіп қайттық. Оған Қазақстанның түкпір-түкпірінен 10 шақты композиторлар шақырылды, және де ер ағаңның жолдасы Клара Смағұловна, балдары бәрі келді. Және де сондағы Мұхан Төлебаев атындағы халық аспаптар оркестрімен үлкен салтанатты концерт болып, бір ер ағаңды шулатып қайттық. Одан бөлек тағы да осы Астана қаласында Қалбек Қуанышбаев театрында 23 мамырда Қазақстан композиторының үлкен симфониялық концерті болды. Қазір де міне осы қараша айында Қарағандыда, өздеріңіз білесіздер, Қарағандыдағы симфониялық оркестр Еркеғали Рахмадиев атындағы ғой. Сол оркестрмен тағы да осы Қазақстан шығармаларының үздік шығармаларынан үлкен концерт дайындап жатырмыз. Ол бұл ерекеңе байланысты. Ал Ғазиза Ахметқызына байланысты Роза Бағлан атындағы қазақ концерт ұйыммен 29 қазанда жылдың басында үлкен концерт өткізгенбіз. Қазір бізде Қазақстан композитор одағында Карина Измайлова дейтін ең жас мүшеміз бар. Ол Ахмет Қуанұлының шөбересі. Сондықтан да ол қарындасымыз қазір Мәскеу консерваториясында екінші рет композиция мамандығы бойынша оқып жатыр. Концертке арнайы келді. Енді осындай шараларға, кәдімгі қарапайым халықтың, қоғамның атсалысуына басымдық беріледі ме? Қазір біз белгілі бір орта бар, классиканы, жоғары өнерді жақсы көретін, бағалайтын деген сияқты. Халықты да бір ұйымдастыру жұмыстарына мүмкін қызықтыру, тарту Ол жағында ойластырып жатырмыз, өйткені қазір халықтың арасында, әсіресе жастардың арасында классикалық музыка, академиялық музыкаға деген қызығушылық өте жоғары. Сондықтан да бізге көмек десем, жәрдем десем, немесе ат салсам деген кісілерге әр уақытта есік ашық. Композиторлар одағына 83 жыл биыл деп айтып қалдыңыз ғой, 2024-те 85 жыл болады. Осы уақыт аралығында біз тыңдарманның жоғары талғамын қалыптастыра алдық ба? 83 жыл бар Қазақстан композитор одағы бұлай көлемді алатын болсақ, қазақ өнеріне, мәдениетіне, руханиятына жасап атқан еңбегі өлшеусіз. Осы уақытқа дейін 53 опера, 18 балет, мыңдаған симфониялық, аспаптық, камералық шығармалар, оның ішінде әндер бар, романстар бар, хор бар, мынау барлық оркестрлерге, симфониялық оркестр, қазақ халық аспаптар, үрмелі оркестр, камералық, барлығына музыкалар жазып, еңбек етіп жатыр. Сол 53 опера, 18 балеттің нешеуі Кеңес одағының кезінде жазылып, нешеуі тәуелсіз Қазақстанда жазылды? Өте жақсы сұрақ, рахмет.
Енді бұл шығармалардың көбісі дерлік сол кеңес кезінде жазылған ғой. Мысалы, Абай операсы да, Қамар сұлу, Алпамыс барлығы сол кезде жазылғандар. Қазір енді мынау тәуелсіздік кезінде көп шығармалары қойылды деп айта алмаймыз. Бірен саран ғана. Ол соның алғашқылары бірі ол Ерке Рахмадиев атамыздың Абылай хан операсы, Балнұр Қыдырбектің Қалқа Мамамыр опера балеті, былтыр ғана Ақтоты Рахматулла қызының Еңлік Кебек балеті қойылды. Әліби Абдиновтың жас композитордың балалар спектаклі Самұрық туралы аңыз осылар қойылды. Сондықтан да қазір біз үлкен мәдениет және спорт министрінің алдына үлкен мәселе қойып жатырмыз. Осы опера театрларында Қазақстан композиторлерінің шығармаларын, яғни қазақ шығармаларының санын көбейту жайында. Мен 4 сәуірде министрдің қабылдауында болдым, жақсы қабылдады, және де осы композиция одағына байланысты біраз мәселелерді алдына қойдым, және қолдау таптым деп айта аламын. Қазір одақтың ең жас мүшесі нешеде, және оның туындысымен өзіңіздікін салыстырып көрдіңіз бе? Қандай айырмашылық бар? Жаңа айтқандай, ең жас мүшесі бізде қазір Карина Измайлова, сол Ахмет Қуанұлының шөбересі. Ол қазір Мәскеу консерваториясында 2-ші рет оқуын жалғастырып отыр, композиция мамандығы бойынша. Енді қазіргі жастардың ойлау деңгейі басқа, олардың музыкадағы қолданатын тәсілдері басқаша, және де мүмкін заманға лайық, олар жастар болғасын кішкене, олардың жүрек қағысы басқа, ойлау несі басқаша. Сондықтан да оны жақсы, жаман деп айту қиын, бірақ басқа. Ал музыкада қалай көрініс тауып жатыр? Музыкада, міне сол музыкадағысын айтып отырмын ғой. Сондықтан да олардың өз ойын, тәсілін бере білу басқаша, басқа жолдармен. Музыкада қалай көрініс тауып жатыр дегенім, сіздің толығырақ айтып бергеніңізді қалап отырмын ғой, музыкасын суреттеп. Мысалы, кейбір ноталарды, болмаса кейбір иірімдерді көбірек қолданатын шығар, мүмкін қарқынды қылып жазатын шығар, екпінмен жазатын шығар деген сияқты. Қандай? Жастардың гармониялары бөлек. Жастардың оркестрді есту қабілеті бөлек. Сондықтан жастардың ол жаңағы бере білу, өзінің музыкасын, кейін өзінің жаңағы музыкасындағы ойын бере білу тәсілдерді бөлек. Қалай сонда? Қалай береді? Енді оны сөзбен айту қиын шығар, оны музыканы тыңдау арқылы түсінуге, сезінуге болатын шығар. Қазір біздің отандық композиторлардың авторлық құқығы қорғалып жатыр ма? Қазір енді мен Қазақстан композиторлерінің құқығына біреу қол салып жатыр деп айта алмаймын. Ондай қазір бізде жоқ, ондай болған жоқ, болмай-ақ та қойсын. Бірақ жаңағы қалам ақы жағына келген кезде кішкене ақсандайтын жер бар. Өйткені ол қаламақы неғұрлым көп орындалған сайын төленеді ғой. Ал мынау күрделі шығармалар, симфония, опера сияқты басқалар камералық, олардың ән сияқты тез таралып кете алмайтын шығар, көп орындалмайды. Оларды орындау үшін үлкен зал керек, мысалы үлкен оркестр керек, концерттерді ұйымдастыру керек. Ол жылына 1, 2, 3, 4 рет орындалуы мүмкін. Яғни ол күрделі болған сайын орындалуы да қиын. Сол жағынан келгенде кішкене әттеген-ай дейтін жерлер бар. Опера және балет театрларымен бірге жұмыс атқаратындарыңызды айттыңыздар. Жалпы олармен қарым-қатынас, байланыс қалай жолға қойылған, қалай реттеледі? Мен осы қызметке келгелі бері
Қазақстандағы барлық шығармашылық ұжымдармен, концерттік ұйымдармен, театрлармен байланыс орнатуға тырысып жатырмын. Композиторлар одағына өздері ұсыныспен хабарласа ма ол театрлар? Әлде керісінше ма? Композиторлар да хабарласады. Театр жақтан да сөйлемдер болуы мүмкін, композиторге арналған. Бірақ және алдында айтып кеткендей, опера, балет сияқты күрделі жанрды қою, ол бір күндік шаруа емес. Оған, мысалы, кішкене айтып кететін болсам, оған 100-150 миллиондай қаржы керек бір спектакльді қою үшін. Ол жаңағы декорациясы бар, басқа жұмыстары бар. Сондықтан да оны театр мәдениет министрлігі арқылы жаңағы қаржы министрлігінен ол ақшаны тағы да алу керек. Содан кейін олар тағы да екінші мақсат, осы қаржы ертең ақтала ма, көрермендегі қызық спектакль бола ма, о жағын ойланады. Сондықтан да мысалы Астана опера сияқты, Абай театры сияқты үлкен ұлттық театрлар, олардың композиторге қоятын талабы да өте жоғары, кәсіби жағынан жоғары. Өйткені ол шығарма бүгінгі тыңдаушыға қызық болу керек, бір. Екінші, заманауи болу керек, екі. Үшінші, қазір біздегі балет болсын, оркестр болсын, әншілер болсын, хор болсын, барлығының кәсіби деңгейі жоғары. Яғни композитор солардың барлығының кәсіби деңгейіне сайда болу керек. Жақсы. Генрих Гейненің сөз біткен жерде музыка басталады деген сөзі бар. Музыка біткен жерде не басталады? Өте жақсы сұрақ екен. Мен біраз фильмдерге, документалды фильмдерге, спектакльдерге музыка жаздым. Сол кезде менің байқағаным, шынымен де музыканың құдіреті өте ерекше. Сөз жеткізе маған нәрсені сол музыка арқылы, саз арқылы санаға жеткізетін, ойын тағы да қорытатын нәрсе сол музыка. Сондықтан да режиссермен жұмыс дегенде бір қызығы композитор үшін, кәсіби жағынан қызығы, сол кинода да солай, театрда да солай, жаңағы сөзбен жетпеген нәрсені көрерменге, жүрегіне музыка жеткізеді. Ең бірінші дыбыс пайда болды ғой. Және адам өмірге келгенде де дыбыспен жылап келеді. Сондықтан да ең бастысы дыбыс, музыка деп ойлаймын. Бәріміз дерлік жыл сайын ықпалы артып келе жатқан ақпараттық айналымға еніп кеттік қой. Әрқайсымызға әсері тиіп жатыр, иә. Қоғам, кино, әдебиет өз кезегінде жауап қатып жатыр ол жағдайларға, ақпаратқа дегендей. Ал музыка не дейді ондайда? Композитор ол осы елдің азаматы болған екен, ол да елде болып жатқан жаңалықтардан құралақан емес, ол бәрін біліп отыр. Жаңалықтарды да көреді. Не ол жаңағы композитор, ол өзінің халқының жаны ашитын адам, және де елдегі болып жатқан барлық жаңалықтарға елеңдеп отырады. Өзінше композиторлық жүрегімен кейде қуанатын нәрселер болады, кейде көңілетін нәрселер де болуы мүмкін. Яғни ол сыртқа айтпағанмен, мысалы митингге шығып айқайламағанмен, ол іштей өзінің шығармашылығы арқылы үнін қосып отырады. Мысалы қазір біздің кез келген суретшілерді алыңызшы, барлығында ұлттық бір үлкен бір рух бар. Ақын жазушылардың алыңызшы, барлығы сондай. Композиторлер де солай. Бірақ оны кейбір кісілер түсінуі мүмкін, а кейбіреулер онша түсінбеуі де мүмкін. Сондықтан оған да үлкен білім керек, оған да бір интеллект, терең бір не керек. Сондықтан да композиторлер де барлық өнер адамдары сияқты өзінің үлесін қосып отыр, қосып та келеді жатыр, және келешекте де солай болар, өйткені олар өз елінің патриоты. Көп рахмет. Мың жасаңыз, шығармаларыңыз мың жасасын. Сізге рахмет, шығармашылық жеңістер, табыстар тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермен, бұл персона арт бағдарламасы. Келесі кездескенше.